Хей, ассалаумағалейкум достар. Чо там, қалайсыңдар достар, сіздермен бірге Принц. Енді біз бүгін бұл видеода дейтін қонақ үйден қашатын боламыз достар. Қазір бізді қамап қойған. Қараңыздар достар, маған ұқсайды екен несі. Так достар, мына қараңыздар, біз дейтін міне осындай неден қашатын боламыз. Қараңыздар, біз қамап қойды, есік жабық. Так, мына жерден бір құпия кнопканы табуымыз керек. Менің байқауымша, қараңыздар, мына жерде қай жерде екен ол, ё-май достар. Достар, осы жерден қашу керек болады бізге достар. Әйтпесе қашпайтын болсақ, қазір бізді зұлым адамдар келіп, әртүрлі өздерін қамап қоятын болады, бізді қинайтын болады жалпы айтқанда. Сондықтан, қашып кетті достар, көрдіңіз бе? Біреу қашып кетті. Қалай қашып кетті, мен түсінбей қалдым достар. Так, достар, видео басталмас бұрын төменде подписаться деген қызыл бар. Соны басып тіркеліп кетеміз достар, тіркелмеген болсақ. Видеоға лайк басып кетіңіздер достар. На компьютерда бір шикілік болып тұр ғой. Қараңыздар достар, қараңыздар, кнопка. Керемет достар, қараңыздар, ашылды есік. Тағы екінші этап. Қараңыздар достар, бізді бірден жібере салмайды. Енді бізде тағы қашуымыз керек болады мына жерден. Ё-майо, қараңыздар достар. Қай жерге жасырып қойған екен, ё-майо. Бағанағы кнопканы. Мына есіктен қашамыз ау деймін, байқамаса. Бағанағыдай сонда кнопка табуымыз керек болып тұр ғой. Әлде басқа бір шикілік болып тұр бұл жерде достар. Қараңыздар, ё-майо, мына қараңыздар, мына картина не үшін тұр екен достар. Бір шикілік болып тұрған мына жерде дейтін. Ё-майо достар, кәдімгідей жесткая. Егер де біз қазір примерно бір 3-4 минут уақыт беріледі, сол 3-4 минутта қашпайтын болсақ, бізді келіп жауыз адамдар келіп ұстап алатын болады достар. Сондықтан тез қашу керек достар. Қараңыздар, мына кнопка ма или бағанағыдай кнопка ма әлде қараңыздар достар, басым тығылып. Қараңыздар, біз ғимараттың, бір үлкен ғимараттың ең төбесінге этажындамыз достар. Көрдіңіздер ғой, бағана дейін көрсеттім. Или мына лампочкаларда ма бір шикілік бар достар. Менің қасымда мына екеуі жүр, енді бұл екеуі қашалмай, бұл екеуі де қашалмай жатыр достар. Біз дейтін, ё-май, так былай қарап жүрейікші, былай іздейікші. Қай жерде екен достар? Мына лампочка, лампада ма бірдеңе болып тұр ғой. Так, мына қараңыздар достар, мыналар ашылмайды, достар. Қараңыздар. Ана біреу қашып кеткен достар. Қараңыздар, ё-май. Біреу қашып кетті достар. Екіншісін таба алмай жүр. Так, ол мына жерде қашып кетті достар. Ол да қашып кетті достар. Базар жоқ достар. Қалай қашып кетіп отыр мыналар дейтін, ё-май. Бізге де енді табу керек дейсіз достар. Так, достар, біз дейтін бағанадан бері іздеп жатырмыз. Мына лампочкада ма қай жақта вообще мен таппай жатырмын мына жерден. Ё-май. Мына жер бір комната, өте қиын комната екен. Қараңыздар достар, мына жерде бағана жаңадан достар төменде. Достар, қалай білмеген мен дейтін. Ё-май, достар, көрдіңіздер ма? Ананың астына тық қойған кәдімгідей, сондай жерлерге тық қойды екен достар. Сондай жерлерді қарап жүру керек екен. Мына жерде так жоқ. Так, мына жерлерде жоқ, достар, қараңыздар. Осындай жерлерді қарап жүру керек екен достар. Базар жоқ дейтін. Кәдімгідей жаман достар. Так, андайдың астына, мына жерде емес пе екен? Осындай бірдеңелерді басып па, бір не істеу керек қой. Логиканы дамыту керек қой достар. Қай жерге қою мүмкін деген сияқты кнопканы достар. Соны ойлау керек. Қараңыздар, мына жерде коланы, керемет ішіп алдық достар. Деп ішіп аламыз ғой достар. Осындай жерде офиста жұмыс істейтін адамдар ішіп алады осындай. Так, андайлардың астына тығып қояды екен достар. Базар жоқ дейтін, орындықтың астына тығып қойған ғой достар. Көрдіңіздер ма? Сондай астыларын қарап жүру керек екен достар. Сразу астын қарайын, сразу. Міне, вообще тықпайтын жерге тығып қойған екен. Көрініп тұр ғой достар кәдімгідей. Көрдіңіздер ма достар? Екінші комнатада қиналып еді, енді смело тауып жатырмыз достар. Кроваттың астында болды мүмкін ол дейтін. Тықпайтын жер жоқ бұлардың, негізі бар ғой комнатаға. Достар, смело тез қашу керек достар бізге. Так, мына жерде бірдеңе. Міне керемет. Міне мына жерде тұр екен ғой достар. Тықет басамыз. Керемет достар, өттік. Бұл комнатадан да өттік. Так, алтыншы комната. Мынау дейтін кәдімде вообще жеңіл, оңай комната болды. Енді мынау дей. Мынаны да смело таптық достар. Смело өтіп отырмыз достар. Айтпашы достар, бұл мен қоса тағы да басқа комнаталар бар достар әлі. Бұл мені осы емес, ең қиын комнаталар бар. Мынау оңай комнаталар ғой басындағы. Бұл басындағы комнаталар. Бағана 3 есік болып еді ғой кірген кезде. Соның бірінші есігі бұл дейтін. Әлі 3, тағы 2 есік бар достар. Так, мына кнопка емес пе? Жоқ, бұл емес екен достар. Достар, кәдімгі логиканы дамыту. Қараңыздар, судың астында болды мүмкін достар. Бұлай қарайық. Судың астында тұрғанымыз қараңыздар достар. Так, біз енді, мынау кімнің суреті достар?
Так, осындай бір жерлерде болуы мүмкін достар, кнопка дейтін. О, міне достар, керемет. Кнопканы тез тауып алдық. Давай, достар, біз бірінші деңгейді өттік достар. Енді біз екінші деңгейге кеттік достар. Міне бірінші есіктен кірдік, енді екінші есіктен кіреміз достар. Қараңыздар. Ой, жақсы, үшінші есіктен кіре салайық. Так, мынау офис. Қараңыздар достар. Работник дейді, қараңыздар, работник месяца дейді. Работник недели дейді. Мен қараңыздар достар, менің фотомды қысып қойған, әлде маған ұқсаймын екен. О, міне сразу тауып алдық. Лифт достар, қараңыздар, сағат 3 болыпты. Так, түнгі 3 екен достар. Мынаны қараңыздар достар. Мынаны басамыз ба? Жоқ достар, бұл жерде емес, что-то. Бұл жерде бір шикілік бар, таптаса қандай. Ой, мына жерге тығып қойған екен. Ничего. Оңай екен достар. Так, үшінші этап офис. Міне лифттен шықтық біз. Міне қараңыздар, мына жерде жұмыс жасайтын болып тұрған мыналар дейтін. Міне достар, міне шикіліктерді смело тауып жатырмыз достар. Так, міне мына жерге тағы кілдіріп қойған менің фотомды. Көрдіңіздер ме достар? Работник бірдеңе деп. Так, әлде мен бастық бекемін достар бұл офиста. Міне коробканың артына тығып қойған қараңыздар достар. Базар жоқ, тықпайтын жерлер жоқ, достар. Міне қараңыздаршы. Әлде мен осы жерде отырам ба, бастық бекемін достар. Мүмкін бастық болуым мүмкін достар. Бастық болған неге жарасады маған. Так, мына жерде жоқ. Ой, міне керемет достар. Смело таптық қой достар, смело болып кеттік қой бізге дейтін. Айтпақшы 3 минуттан өткізіп алсақ не болады? Қараңыздар достар, работник недели, уже адам ауысқан. Работник месяца дейді. Может мен бастық болып енді басқа адамды орнына қойған шығармын достар кәдімгідей. Мына жерде деген адамдар жұмыс істеп отырады қандай бірдеңе деп. Теле2 сондай бір үлкен компанияларда осындай жұмыс жасап отырады. Офисный компанияларда так. О, міне жоқ. Фри қойып қойған достар, қараңыздар, фри. О, міне компьютердің 90-шы жылдарда компьютердің үстіне паркур жасап өткіземіз достар, көрдіңіздер ме? Смело өтіп отырмыз. Мына қараңыздар, қаланың үлкендігін достар, кәдімгідей үлкен офис болып тұрған дейтін, кәдімгідей бір бай офис болып тұрған дейтін. Так, бізге енді келесі кнопканы табу керек. Ой, сауылш, мына жерде тауып сондай достар, в общем. Айтпақшы достар, гайкабастар жоқ болып кетті ғой, басында гайкабастар толып жүреді ғой достар. Так, енді бұл бөлмеде бір шикілік бар достар. Бұл бөлмеде енді кішкентай ой, міне сауылш тауып сол достар кәдімгідей. Қараңыздар достар, енді біз жаңа комнатаға өттік достар, міне. Так, бұл жерлерде что-то жоқ. Так, бұл жерде жоқ достар. Бұл жерде жоқ. Ой, керемет, әрі қарай тауып алыңыз достар. Әне ана жақта есік ашылып тұр, керемет. Тез өтіп жатырмыз достар. Тез өткен өзіме де жақсы, себебі уақыт жоғалтып алмау керек. Так, бізге енді қараңыздар достар, работник недели дейді. Менің фотом қайда? Жындыма алып тастапты ғой менің фотом достар. О, керемет, смело өтіп кеттік достар. Кішкентай бөлмеде. Міне достар, біз енді ең соңғы үшінші неге кіретін боламыз достар. О, гайкабастар кеттік. Так, мынаны қараңыздар, мына жерге отыруға болады екен. Гайкабастар кіріңдерші кетті. Гайкабастар. Так, давайте достар, гайкабастардың артынан кірейік. Міне мыналары іздеп жүр екен. Так, бұл жерде енді, міне мына жерде смело тұр ғой достар. Көзіміздің алдына қойып қойған ғой. Мынаны дейтін көрмесең енді соқырсың ғой, достар. Кәдімгідей база жоқ, смело қойып қойған. Мынау дейтін, смело тауып алып отырмын ғой дейтін. Енді вообще астына да үстіне де қысырмын. Міне астында тұр, керемет достар. Өтіп смело басып кетеміз, енді ондай хитросталады білеміз. Достар, фриді мен уже үшінші рет көріп отырмын достар. Картошка фри жейткен болар дейтін, кәдімгідей база жоқ. Так, мынаның артында болып тұрға реально. Так, достар, енді бұл комната кішкене қиындау екен достар, кәдімгідей қараңыздар. Так, қай жерде екен достар, қалай ойлайсыздар? Мыналардың астын көрдім дейтін мен. Мыналардың астында жоқ достар. Так, мына жерлерде жоқ достар. Ой, сауылш, мына жақта тұр екен ғой достар. Так, оны біз қалай басамыз енді? Давай. Қалай басамыз? Жынды ма мынау дейтін. Мынау көріп қойды ғой, мынау дейтін. Мына гайкабас көріп қойды оны да. Так, анан қараңыздар, анау газ басады достар, қараңыздар. Так, біз бірінші первый лица қойып алайықшы былай. Смело басады жарымыз осылай. Ой, сауылш, керемет достар. Соңғы этаптан өттік деп ойлаймын. Қараңыздар, өтірік мына жақтарды естейік, мыналарды адастырып. Так, өтіп кетесің ғой достар. Короче, достар, смело біз 3 этаптың барлығын өттік достар. Егер де басқа этаптар болса, комментарийге жазып кетіңіздер достар, ойнаған болсаңдар бұл ойында. Достар, видео аяғына келді. Сіздермен болған Качок Принц десеңіздер болады достар. Видео ұнаған болса, төменде подписаться деген кнопканы басып кетіңіздер достар. Каналға тіркеліп кетіңіздер, видеоға лайк басып кетіңіздер. Каналға өтіп, басқа да денемізді қытырлатқан видеоларды көріп кетіңіздер достар. Сіздер үшін барлығын істеймін. Қош сау болыңыздар достар.